14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні. 14 ақпан тек сезім білдіретін күн ғана емес, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын кітап сыйлау күні. Бұл мереке 2012 жылдан бері аталып келеді және әлемнің көптеген елдерінде балаларға, достарға, жақындарға кітап сыйлау дәстүрі қалыптасқан. Неге кітап сыйлау маңызды? Кітап уақытша сыйлық емес, ол өмір бойы серік болатын рухани қазына. Кітап адамды ойлануға, сезінуге, зерттеуге үйретеді. Кітап тіл байлығын арттырады, ойлау қабілетін дамытады. ақш-тағы Йейл университеті ғалымдарының зерттеуіне сәйкес, күніне кемінде 30 минут кітап оқитын адамдардың өмір сүру ұзақтығы кітап оқымайтындарға қарағанда шамамен 2 жылға ұзақ екені анықталған. Ал Англиядағы мемлекеттік зерттеу университетінің зерттеуі бойынша небәрі 6 минут кітап оқу адамның күйзеліс деңгейін 60%-ға дейін төмендетеді екен. Кітап оқу баланың сөздік қорын бірнеше есе арттырады. Тұрақты оқитын оқушының сөйлеу мәдениеті, жазу сауаттылығы және сыни ойлау қабілеті жоғары болады. Психологтардың айтуынша, көркем әдебиет оқу эмпатияны дамытады, яғни бала өзгенің сезімін түсінуге үйренеді. Кітап баланың болашағына салынған инвестиция. Бастауыш сыныптан бастап кітаппен дос болған бала ойын еркін жеткізе алады, зерттеуге құштар болады, шығармашылық қабілеті дамиды, өз ойын дәлелдей алады. Кітап жай ғана парақ емес, ол жаңа әлем, жаңа ой, жаңа мүмкіндік. 14 ақпанда неге кітап сыйламасқа? Бір шоколад бір күндік қуаныш сыйласа, бір кітап өмірлік бағыт береді. Бүгін бір балаға, бір досыңызға, бір әріптесіңізге кітап сыйлап көріңіз. Мүмкін сіз сол сәтте бір адамның тағдырын өзгертерсіз. Кітап сыйлау, болашаққа сенім сыйлау.